Атыраулықтар жүлдемен оралды. 25-28 ақпан аралығында Нұр-Сұлтан қаласында жасөспірімдер арасында өткен қазақша күрес чемпионатынан жерлес спортшыларымыз 2 алтын және 1 қола медальді иемденіп қайтты. 38 келі салмақта Азамат Дәулетбай және 70 келі салмақ дәрежесінде Олжас Сапарғали чемпион атанса, 42 келі салмақта күрескен Құрмет Жакеев жарыстың қола жүлдесін иемденді. Маған бұл үйлесімдер оңай болған жоқ, әрине әр жақтың мықтысы келіп. Маған бұйырып бірінші орын алдым. Осы жарысқа дайындаған ағайларыма рахмет. Алдағы уақытта тағы да чемпион боламын деген ойдамын. Осы Атырау облысынан бірінші рет Қазақстан чемпионатына қатысып тұрмын. Алда Қазақстан чемпионатында 42 салмақ дәрежесінде 3-ші орынға ие болдым. Бұл жарыс менің бірінші рет қатысуым. Және де осы алған орынды өзім жеке жаттықтырушым Ықыласұлы Аманжоловайыма рахметімді айтамын. Бұл чемпионат әлемдік пандемиядан кейін қазақша күрестен ұйымдастырылған алғашқы жарыс. Бапкерлердің айтуынша спортшыларға 1 жылдық үзілістен соң додаға түсу қиынға соғыпты. Дегенмен палуандарымыз жүйелі дайындықтың нәтижесінде жүлдемен оралды. Пандемиядан кейін еліміздегі қолайсыз жағдайдан кейін спортшылар дайындалып өзінің осындай бір жетістікке деңгейіне жеткеніне қуанып отырмыз. Енді бұл чемпионат өзіміз үшін жетістік болды деп толық айта аламыз. Өйткені 2 палуанымыз чемпион болып, 1 палуанымыз жүлдегер болып, жалпы командалық есепте Қостанай облысынан кейін 2-ші орынға табан тіредік. Айта кету керек, Қазақстан Республикасының чемпионатына еліміздің барлық өңірінен 18 команда қатысты. Өз салмағында чемпион атанған палуандар ұлттық құрамаға іріктеліп, алдағы уақытта өтетін Азия чемпионатына дайындалатын болады. Мейірлан Марданов, Ақылбек Кертаев, Каспия Ньюс.